жұмыстан келіп демалып алдым. И наконец-то сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер деп айтатын уақытқа да жеттік. Өте қатты қуаныштымын сіздерді қайта көріп тұрғаныма, қайта менің каналымда көріп тұрғаныма. Өйткені осындай ұзақ уақыт аралықта менің қазіргі видеомды, наверное, менің самый шынымен жақын жазушыларым, көрермендерім көріп жатыр деген ойдамын. Үлкен рахмет. Осы уақытта жоқ аралықта жоқ болып кетпей маған подписан болып видеомды күтіп жүргендеріңізге. Осындай чистка пространство атты влогыма қош келдіңіздер. Бірінші мен стиркамен айналысуым керекпін. Қазір қаншама менде ағзаты жиналып қалған. Осының барлығын бірінші қолмен жуамын, потом стиралкаға саламын. Отбеливающий сабынмен қолмен бәрін жуып алу керек, чтобы идеально ақ болу үшін. Бұл жерде біреу жатыр деп ойлап қалмаңыздар, бұл жерде просто көрпеменен жастық. Мен наурыз бізде диван, кстати, екі диванымыздың да асты ашылады. И мына жерде мен постель сақтаймын, мына жерде сумкалар сақтаймын, екі кигурумиім бар. И вот мына жерде мына постельдерді орнына қойған. Кстати, вообще қараңыздаршы, біздің үйдің қалай шашылып кеткенін көрсетуге ұялып тұрмын. Но қазір шкафты көрсеңіздер, вообще осы постельдер таза постельдер, осылардың барлығын орнына салу керек. Мына нелердің бәрін шығарып қойғам ғой. Бұл жерде барлығы жаздық киімдер, шорты, мына жақта да көйлектер. Вот солардың барлығын мына жаққа салып, и қыстық постельдерді, вот осындай қыстық постель, яғни матасы қалың, соларды алып тастау керек. И сумкалар тоже, жаздық сумкаларды шығару керек. Розовый сияқты. И қыстық уже қолданбаймын дейтіндерді салып тастау керек. И қазір мен сіздерге гардеробымның шкафымды көрсетем. И просто вот реально ұялып тұрмын. Ну, вот қараңыздар. Қазіргі менің гардеробымның жағдайын пысымда қараңыздар. Просто мен қазір мына жерде не жатқанын білмеймін. И плюс қандай зат уже таза екен білмеймін. Прикиньте, настолько уже заттардың кір болып кеткен. Қазір мен хочу қыстық киімдерді алып тастауға, екен әлі қыстық қалың киімдер алмағанмын. Мұны қараңыздар, қалың мынандай кофталар әлі тұр ғой. Прикиньте, вот мыналардың барлығы. Осылардың барлығын алып, и орнына жаздық киімдер қою керек. Мына жерде тоже вообще апокалипсис болып жатыр. Мына жерде непонятно, әлі пальтолар тұр. Осылардың барлығын жинастыруым керек. Уақытым жеткенше қазір. Так, шығып кеттім. Негізі өте ыстық терлеп, мына жақтың бәрінен. Мына жақты бітірдік. Вот мына жерде салафанда қалың нәрселер, қалың постельдер. Мына жерде еще балкан боксерский перчаткиларым. Мына жерде жаңа кигуруми, сумкалар барлығын шығарып сүртіп, мына жерде қалың сумкаларды салдым. Мына жерде балканның пальтосы, менің тренчім. И менің пальтом өте қорқынышты көрінеді. Негізінде мына жерде бәрін орын-орнын әдемілеп қойып едім, кигуруми дұрыстап, бүктеп, прям жақсы орын босады да. И мен осындай пальтоларға чемоданеге мыжып салғанша осылай екі вешалкаменен екі бүктеп салған, өте сондай мыжылмай тұрады деп ойлаймын. Осылай көрдіңіздер ма? Мен прям идея мықты, өзіме риза болып тұрмын. Жаздық сумкалардан дана көп ойладым, қалдырсам ба, қалдырмасам ба деп, мыналарды қалдыра салдым. И осындай сумка, и бір бежевый қара сумка қалдырдым. Вот жаңа жерден пальтоларды алдым. Кішкене ентігіп сөйлеп жатсам кешірім сұраймын, өйткені реально ары бер еңкейіп, әртүрлі жұмыстарды істеп, терлеп, үйдің бәрі ыстық екенін ұмытпаңыздар. Вот мына қалың нәрселердің барлығын қараңыздар. Маған сыйлағанына 2 жыл болды. Мен аны бір рет кимеген, прикиньте. Қазір осылардың барлығын шығарамыз. You say I got you wanting more. Don't play me, I'll be out the door. I start to feel it, my heart is beating. Let's shake the ceiling some more. Give me good luck, I'll give you the key. Baby, don't stop when you're loving me. You don't hold back, got me feeling so free. Так, мынандай барахолка шықтым. Мына жерде менің қыстық киімдерім, мынау киетін киімдер. Мына жерде балконның қыстық киімдері, балкон футболкалары. Мына жақта мына
қазір баука душта, просто келген соң сұраймын, мыналарды кие ма, кимей ма, рубашка, свитерларды. И мыналардың барлығын қайға сыйдыратынымды білмей тұрмын. Бұрында просто мен чуға алып барып тастайтынмын қалың киімдерді, жазықта алып келетінмін. Қазір қыстықта, жазықта осы жақта болған соң аздап қиын болып тұрмаған қазір енді. Түрім үшін кешірім сұраймын, бірақ қазір таңғы сағат 3. И мен наконец-то бітірдім. Қазір сізге көрсетіп шығайын. За кадром балка кто-то, поэтому максимально жай сөйлейін. Вот осылай шықты. Мына жер менікі, мына жер балканыкі. Разлашкам идеально просто. Так, мына жақта. Мына жақтың бәрі балканыкі. Футболочкалары. Ана жерден бастап менікі. Менікі көйлектер ұзын болған соң осы жаққа қарай қойдым. Вот. Еще вот стирка бітті. Мынаның барлығы ақ киімдер бағана бірінші партия, екінші партия. Осындай ақ, светлый, бірақ кішкене басқа цветтер бар. Киімдерінің барлығы жуылып бітті. Еще бағана мен уборка істегенде баука тамақ істеген болатын. Фрейс мясо мен бүгін тамақ жеген жоқпын. Мыналардың бәрін істеп жүріп, мен тамақ жегім келген жоқ. Поэтому менің порциям тұрна жақта. Енді же мені әлі ыдыс күтіп тұр. И мусор жинап қою керек мына жақта. Мен қазір бірінші душқа барып шығамын. Душ барып, маска жасаймын. И после душа уже ыдыс жууға, кухня жинастыруға кірісемін. Надеюсь, что сіздерге влогым ұнап жатыр. Барынша аз сөйлеп, көбірек движение көрсетіп жатырмын. Да, ұнаватса, до конца отырыңыздар. Так, достар, бізде келесі күн. Кеше душтан шығып, бірден ұйықтап қаппын. Сонымен бүгін 6-та ұйықтадым. Жұмысқа барып, жұмысқа келе сала сразу ұйықтап. Вот қазір сағат 1-де өзіме ужин істеп жатырмын. Жареный пельмени істеймін. Сонда бізде пельмен қалған. Соны майда пельмен. Соны қазір жарып етемін. И ана жерде мен кешегі жуу керек деген ыдыстар бар ғой, соларды жуған жоқпын. Вообще күшім болмады. Соны қазір ужин іш болғаннан кейін ыдыс жуу, газ жуу керек. И, кстати, қазір осы пельмені жарып етіп жатқан кезде сіздерменен аздап сөйлесіп алғым келіп тұр. Қазір ашып алайын.
ой, мынандай малюпусенький пельмешки. Бірінші мен осы жоқ болған уақыттың ішінде не болғанын айтып өтейін. Қысқаша маған сториста подписандар уже біледі. Мен осы уақыттың ішінде уже қазір студент емеспін. Иә, уже менің даже студенттік уақытым да бітті. Практика тапсырып біттім 6 апта, яғни бір жарым ай уақыт бойы практикада болдым. Әділет департаментында, департамент юстицияда. Өтідағы тамақ істеп, нем бітіп, ойым бөлініп атыр, кешірім сұраймын, кішкене дұрыс емес сөйлеп атсам. Ой, май қызым апты. Практиканың басында негізінде мен сторисқа шығып жүрген болатын. Мен аздап практиканың қалай өтіп атқанын сіздер инстаграмда подписан адамдар примерно көрдім. Потом барып уже жоқ болып кеттім. Және де жоқ болып кеткен жайлы тағы да блог аяғына қарай, наверное, айтып өтемін. Қызық адамдар болса тыңдар. Сөйтіп практикамды бітірдім, оны 95-ке қорғадым, құдайға шүкір. Өзім негізінде не ожидала. Өйткені менде дәл сол кезде жаңағыдай өмірімізде қиындықтар болып, стрессовый жағдайда болып жүрген болатым. И мен уже ойладым, все, универде маған керек емес, оқуды бітірмеймін. Все, короче, кетем универден деп, прикиньте, бітіруге 2 ай қалған кезде. Сон барлығы маған жынысың ба, давай до конца бар, 4 жыл оқыдың ғой деген сөздердің арқасында ғана мен аяғына дейін бардым. Қазір соған өте қатты қуаныштымын, өйткені шын маған ол кезде морально өте қатты қиын болды. Жалпы аяқтау, күнде практикаға бару, 9-дан 6-ға дейін күнде бардым. Жұмысыма рахмет, түсіністік танытып, мені босатып жіберіп қойған. И одан кейін дипломдық жобаны қорғау болды. Дипломды құдайға шүкір қорғадым. 97 балға. Құттықтаулар жазып жатсаңыздар үлкен рахмет. Осы менің өмірімнің бөлігінде сіздермен өткізгеніме өте мен қатты қуаныштымын. Бірге школды бітірдік, 9-шы сыныпты бітірдік, 11-шы сыныпты школды бітірдік, универге бардық, оны бітірдік, қаншама квартира көштік бірге. Енді вот, уже студент емеспін. Сонымен енді даже білмеймін да айтарым да, әлі сезініп жүрген жоқпын. Әлі одан кейін қазір барлықтар жатқан шығар, и кадаректің өзіне жазады. Енді не істейсің, типа профессиямен жұмыс істейсің ба, неге барасың ба, магистратураға барасың ба деп. Честно, әлі өзім де білмеймін. Сол үшін, наверное, бұл тақырыпқа кішкене өзім ойланғаннан кейін бөлек бір видео түсіргім келеді. Флог ретінде разговорны. Еще осы уақыттың ішінде мен тойға барып үлгердім. Тағы да бір подругамызды тұрмысқа бердік. Өзіме өте қатты қуаныштымын, что менің жақын подругаларымның өзінің өмірде орнын тауып, өзінің адамын тауып, отбасылы болып жатқаныма өте қатты шынымен қуаныштымын. Бірақ мен әлі дайын емеспін. Маған жазбай қойсаңыздар болады. И өз адамды әлі тапқан жоқпын. Заезжені айтылса да шын өз адам тапқан жоқпын. А если өз адамын тауып тұрмысқа шығып жатса, әрине ол өте қуанышты нәрсе. Тойдан мини-влог туториалға салдым. Көргендер көрдім, асыларас кеттіңіздер. Тойға неде влог түсіріп бастайын деп ойлағанмын. Бірақ та ол кезде проблема шешілмеді. Сол үшін менде морально қиын болды. А вот мини-влог сториста көрген, ол менің достарым түсіріп жүрді. Сол жерде Айдана, Зарина, солардан жиналып алынған материал. Сол уақытта, сол үшін де влог болмады. Өкінішке орай емес, өйткені осы неде, жақында, осы жазда просто тойлардың бум болайын деп тұр. Өйткені июльдің өзінде просто по секрету айтайын, 5 той бар, 5 менің достарым еще андай туыстар емес, достарымның тойы, прикиньте. Мен просто ойлаған сайын иногда в шоке боламын, что біз осындай уақытқа жеттік, что реально той үшін жұмыс істейтіндей. Мен прикол ұстаймын, сендердің тойлардың үшін жұмыс істейтін болдым деп. Вот. Бірақ өте қуанышты жиналсақ, осындай той сияқты событияларға жиналған, әрине ол күшті. Мен жеуден келмештілерім.
Бүгін постараюсь ішінде пісіруге, өйткені иногда мен пісіргенде сырты пісіп, іші піспей қалады. Сол үшін бүгін көреміз. Надеюсь, что пісіп, нормальный пельмени жеймін. Май көп білемін. Кстати, уборка, чистка әлі аяқталған жоқ. Сіздерге если осындай уборка жасаған видеолар ұнаса, видеода жатышуына ұнаса, жазып кетіңіздер комментарийға, өйткені менің ойымда бар сондай бірнеше видео істеу, өйткені жаңағы Құдайға шүкір біздің проблемамыз шешіліп барлығы жақсы болғаннан кейін мен өзіме там цель қойды, мен өзімді қолға алу бастау керек, өмірді қайтан жалғастыру керек деген сияқты. И бірінші менде пунктта тұрды чистка пространства, өйткені осы 2 айдың ішінде мен айналама да, өзімнің сыртыма да, ішкі жан дүниеме де мүлдем қарамадым. Наверное, ол біліп тұр ма білмеймін, но мен өте спокойный болдым, спокойствиеға келдім. Ал жалпы басқа барлық и денсаулықта, и психологический денсаулықта, и физический түрімде, и айналамда барлығы просто мусорға толып кетті. Сол үшін бірінші әрине жаңа өмір бастамас бұрын жан жақтылар тазалау керек. Сол үшін менде списогында бірінші чистка пространства, кеше киімдерімді тазаладым, өзім прям жақсы болып қалдым. Тазарып қалғандай сезіндім, шынымен де жан дүниемнің кішкентай бөлігі. И әлі чистка біткен жоқ. Вот сол үшін бірнеше чистка пространства сериясында видеолар болады. Астына жазып кетіңіздер, қарсы емессіздер ма? Негізі блогерлар тамақ істеп жүріп әңгіме айтқанда маған ұнайды да көрген. Бірақ оказывается қиын. Даже просто пельмен жарып кетіп жатқан кезімде маған ойымды да жаққа айту қиын болып тұр. Бірақ отырып әңгіме айтқаннан гөрі осылай әңгіме айтқан дұрыс па? Типа мен сіздерді қонаққа шақырып, мына жерде тамақ дайындап жатырмын, если мен әңгіме айтып жатқан сияқты боламын. Ну, честно, мен сөйтіп түсінемін өзім. Негізінде сіздерге қалай жазып кетіңіздер. Қазір еще мен огурцы жегім келіп тұр, огурцы алып келген холодильник. Огурцы алынды, жуылды. Полотенце үшін кешірім сұраймын. Өзіміз ғой деп ойлаймын. Сіздердің өзімізде ойлаған соң қатты жинастырмадым пространствомда. Огурцы кесіп дайындап қойып, просто огурцы, басқа ештеңе етпейсіз. Маған сөйтіп огурцыды, помидорды просто өзін жеген ұнайды. Салаттан бөлек. Ужин ішеміз. Наверное, қазір қайтан жаңағы уборканы жалғастырамын, наверное, если баукаға мен жағып қойған светін мешать етпесем, надеюсь. Достар, не үшін бұлай көп істеген білмеймін, но барлығы қалды. Даже жалко, надеюсь, что теңгені ашып кетпейді. Кішкене жаңағы соустан қостым арасында. Ештеңке болмайтын шығар деген ойда холодильникке салып қойып жатырмын. Аш болғанда сен өзіңе ұқсамайсың деген шын. Прям нереально аш болып едім. Так, мына жаққа қоя салайын. Еще мен сериал, кстати, байқасаңыздар, фонда менде всегда сериал. 500 сериядан тұратын сериал уже 500 серияның 50 сериясы қалды. Вы прикиньте, мен басында ойлағанда, мә, ужас, 500 сериядан қашанға дейін көріп бітемін деп едім. Потом көріп біткен соң айтамын, өйткені мен білемін, барлық емес, но подписчиктерім арасында спойлер айтып қоятындар, спойлер айтып қоятындар өте көп. Сол үшін мені өмір үйретті сериалды көріп біткеннен кейін қандай сериал екенін айту. Жуылдым. Бүткіл қазандар, барлық мен сковородка қолданып кеткен газы жуылды. Так, мусор дайындалды. Классно. Еще пол жуу керек, оның ладно. Мына жақта кеше көрдіңіздер,
киімдер, мен оны мына жаққа көтеріп қойғым келіп тұр, чтобы орын алмасын деп. И кешегі киімдер. Қазір салу керек. Ой, орнына қою керек. И, кстати, қараңыздар, мен артық қыламын деп сделала хуже. Қараңыздар. Просто что? Қараңыздар, қалай кетіремін енді айтыңыздаршы. Екі қайта стиралкада жудым, но кетпейді. И только осы қана. Аларда нормально. Мына жерінде бір сары бір нәрсе болды, соны прям жуам деп мен де кетпей қалды. Енді білмеймін не істейтінім, өте жақсы не еді футболка. Мен бағана айтқан болатынмын сіздерге, осы жақта жинауды бастаймыз деп, бірақ та влогқа қарасам кәдімгідей ұзақ болып кетті. Сол үшін, наверное, бұл шкафтарды жинауды келесі влогқа қалдырамыз. Кстати, мына жерде бағана айтқан тойдан сурет. Осындай тойдағы суреттерді түскенде хотя біреуін сатып алып, жинауды традицияға айналдырып келіп жүр. Мінекей бота, яғни мен, вот Айдана, Айша, Асхат тоже мен одноклассникім, естеріңізде болса. И вот мынау Анельдің ағасы, мынау братишкасы. Да. Кстати, менің образым осындай болды. Көйлекті полностью мен соңғы постыма кіріп көрсеңіздер болады. И вот мына жақта тоже хлам болып жатыр. Мен хочу на кітаптарды кішкене әдемірек қоюға, наверное, мына жаққа, мына жаққа кітаптарды. Осы екі ай аралықта вообще кітап оқыған жоқпын, көрініп тұрған шығар кітаптың. Мен басым да осыны шашылып жатыр, как кітап полкам сияқты. Поэтому ешқандай кітап оқыған жоқпын осы аралықта. Мына жерде менің біткен блокнотым уже мусорға лақтыру керек. Бірінші бір блокнотым бітті, прикиньте. Вот. Мына жерде менің колесо балансам, новый тағы бір істеу керек. Бір влогтарда бірге жасайтын шығармыз колесо балансаным. Так, вот осының бәрін жинау керек. Мына жерде. Кстати, еще набіреуді, сіздер білесіздер, маған баука 2 жыл бұрын жаңа жылда сыйлаған болатын. Оны соны әлі қолданған жоқпын. Кстати, мен новый маникюрімді көрмедіңіздер ғой. Көйлегіме подцвет тойға қарсы дегем. И қараңыздар. Мына жерде тырнағымды, үшеуі сынып қалған айтсаңыздар, еще қалай ровно сынған, как будто осылай задумано. Вот. Осылардың барын жинау керек. Осына барлық бижутерияларымды мына жаққа жинау керек бір влогта. Вот. Осылай. Еще мына жерде қараңыздар. Менің секретный полочкам. Бұл жерде уходтардың келгеніне 3 ай болды. 3 ай бойы мен қолданған жоқпын. Келесі влогта распаковкасын и қолдануымды көрсетем. Рабочий стол тоже шашылып жатыр. Мына жерде менің күнделікті қолданатын блокноттарым. Мына жерде мен аптаға и күнге план жазамын. Күнге телефонға жазамын, но аптаға осы жаққа жазамын. Ана жаққа жылға и айға план. Ана жерде видео план жазатын нәрсем. И мына кітапты мен оқып жүргенмен, наверное, 3 ай болған шығар. Осы аралықта вообще кітап оқыған жоқпын. Сол үшін осы аптаға план. Осы кітапты оқып бітіру көп емес те қалды өзі. И оқып біткен соң осы кітаптағы күшті үзінділерменен и отзывты неге жазамын. Пост ретінде, сол үшін инстаграмыма жазылып қойыңыздар. И қазір көріп отқан сериалым туралы да пост жазатын боламын. Ал достар, блог аяғына келіп қалды. Бағана өте бергендей қысқаша айтып өтейін, жоқ болғанын. Негізінде ашық не себеп екенін айтқым келмейді, өйткені өте жеке отбасылық нәрсе болғаннан кейін бөліскім келіп тұрған жоқ. Наверное, пока что шығар, білмеймін оның уақытысы қашан келетінін. Бірақ та сіздердің түсінгендеріңізді қалаймын, өйткені түсінгендеріңізді қалаймын, менің қазір уже басқа бота екенімді через экран менің блогтарым арқылы, стористарым арқылы ол нәрсе біліне ма, сіздерге білінді ма, білмеймін. Бірақ та мен қазір өзім іштей солына өте қатты өскенімді, көп нәрсеге басқаша уже көзбен қарайтынды білемін. Мен бұрында да негізінде тура жолда жүрдім деп ойлаймын. Енді бәріміз қателесеміз, бірақ та қазір де осы 2 айдың ішінде көп нәрсеге басқаша көзбен қарадым. Және де осы 2 айдың ішінде, наверное, сонда өте көп дұға жасадым, тілектер тіледім и иман жолына көбірек жақындадым деп айтсам болады. Және де сіздердің барлықтарыңызға тілеймін, чтобы осындай жолға, яғни тура жолға, иман жолына ешқандай бастарыңызға қиындық түсірмей,
өздеріңіздің қалауларыңызбенен жеткендеріңізді қалаймын. Мен өкінішке орай ондай өз қалауыммен емес, но сондай қиындық түсіріп сол жолға түстім. Бірақ мен ешқандай қиындыққа қазір жалғаса етейін деп тұрған жоқпын сіздердің алдарыңызда. Өйткені алдында сториста айтқандай, қазір жолыма түсетін, басыма түсетін, жалпы отбасымызға, жақындарыма түсетін қиындыққа мен қазір басқаша қарауды үйрендім. Яғни кез келген қиындық бізге бір нәрсеге үйрету үшін түседі, және де осы қиындықтар мен өте көп нәрсеге үйретті. Және де менің болашағыма, егер де осы мүмкін қазір сол қиындық түспегенде, болашақта мен одан да қатты көп қиындық маған берілетін беді, кім біледі. Сол үшін барлығы өз уақытысыменен, барлығы үзіліп кетті, мама звондап қалды. Не айтып жатқанымды уже ұмытып қалдым, если честно. Бірақ та біріншіден сіздерге үлкен, именно сіздерге, менің көрермендеріме үлкен алғыс айтқым келеді. Сіздерден өте көп жылы сөздер келді. Мен өте көп сондай болды, блогерлікпен тоқтату керек деген сияқты ойлар келген кезінде, именно сіздердің маған дайректке жазатын сөздеріңіздің арқасында менің жұмысымның, осы істеп жатқан ісімнің жалпы просто так емес екенін, ойын емес екенін мені бақылайтын, мені іздейтін шын адамдардың бар екенін шынымен де көрдім. Сол маған үлкен бір қолдау болды. Сонымен қатар даже иногда достарымнан келмеген қолдау сіздерден де келді. Екіншіден, осындай қиындықтар кейде сенің айналаңдағы адамдардың кім екенін көрсетеді. Соның арқасында, осы қиындықтардың арқасында мен онша уақытылы кейбір адамдардың, достарым болсын, таныстарым болсын, кімнің кім екенін білдім. Былай айтқанда, конечно, ешкімге, мен оны білемін, ешкімге ничего не должен. Менде бір қиындық болып қалса, маған біреудің келіп көмектескені, никто не должен маған көмектесуге, но иногда просто так, мен саған қалай көмек бере аламын деген сөздердің өзі өте көп қолдау береді. Сол арқылы мен қасымда қыздардан да көп көмек келді, келмегендер де бар, ешкімге ешқандай ренішім жоқ. Главное, бағана айтып өткендей, қазір менде сыртқы состояниемді и ішкі состояниемнің да көбісі сондай разбитый. Мен қазір өзімнің түр әлпетіме, дене мүшеме айтқанда риза емеспін. Мен оны білемін, что мен барлығын просто запустила. Өйткені ол кезде маған ол маңызды болған жоқ. Мысалы мен сырт келбетім, мен вообще түрімді камерамен көрмейтінмін. 2 ай бойы мен бір ретте тойға барғанда ғана мен даже суретке, даже менде бір бүйтіп түскен селфи суретім жоқ, жалғыз өзім. Только тойда отқан кезінде қыздар жүр суретке түсейік дегенде, жаңағы бір сурет қана түскен. Өйткені маған маған бәрібір болатын да, не болып жатқаны. Сол үшін қайта оралғаныма өте қатты қуаныштымын. Барлық нәрсені шешілгеніне Құдайға мыңда бір шүкір. Шынымен де айтқым келетіні, өмірде реально чудо бар, и ол чудо только Құдайдан келеді. Құдайдың көмегі ғана осы ғажайып негізі. Сол айтқым келетіні, енді қайттан өзімізді қолға алып, қайттан реттелу мақсатым бар, және де қайтадан менің барлық өмірімдегі жақсы емес сәттеріме куәгер сіздер, и осылай қайтадан мен өзімді бөлшектеп жинауға куәгер тоже сіздер боласыздар деген ойдамын. Осылай психологически, физически разбитый болып келген бота қыздарыңызды қабыл алыңыздар. И сырт келбетіңізді әдемілеу, жан-жағымызды әдемілеу, и психологически өзімізді дұрыстау, барлығын мен бөлісетін боламын. Сіздерге де осындай состояниеда жүрген адамдар болса көмек болады деген ойдамын. Және де қана проблема деп сұрамай қойыңыздар, потому что мен сіздерге бар айтылатынымды айттым. Айтылмай қалған нәрсе айтылмаса, значит ол солай болу керек. Енді Құдай қаласа осы жазға пландарым үлкен, соларменен сіздермен Құдай қаласа бөлісетін боламын. Үлкен рахмет, осы жақайдың тыңдасаңыздар, тағы да қолдау білдіріп жатсаңыздар, үлкен рахмет. Сіздерді өте қатты жақсы көремін. Келесі влогтарына кездескенше всем